Кішкентай мейрамхананың іші у-шу болып жатқан. Әдемінің ұзатуына жиналған адамдар күліп, тілек айтып, жастарды ортаға шығарып жатты. Әдемі ақ көйлекпен бақыттан балбыл жайнап отыр. Ал оның анасы Жанна болса, бүгінгі кеште қызынан да ерекшеленіп кетуді ішінен қалап отырғандай еді. 45 жаста болса да, Жанна өзін әлі жас келіншек сияқты ұстайтын. Үстіне белі қыпсыта қара көйлек киіп алған, ығы ашық, шашы ығына төгіліп тұр. Қызыл ерін далабы алыстан көз тартады. Тіпті тойға келген еркектердің көбі жас келіннен бұрын Жаннаға қайта-қайта қарап кетіп жатқанын өзі де байқап отырды. Жанна дәл осыны ұнататын. Әсіресе Даниярдың көзі өзіне ұзақ тоқтаған сайын іші жылып кететін. Ал Данияр болса, бастапқыда оны жай ғана әдемі ене ретінде көрген. Бірақ Жаннаның қылығы күн өткен сайын оның ойын бұза бастады. Той кезінде Жанна қасынан шықпай жүрді. Данияр, шаршаған жоқсың ба? Мына галстук саған жарасып тұр екен. Менің ұлым болса, дәл сендей болғанын қалар едім. Осындай сөздерді күліп айтып, қолына қолын тигізіп кетеді. Әдемі бастапқыда оған мән бермеді. Тіпті, «Мама, сен Даниярмен жақсы араласып кеткенің қандай жақсы?» деп қуанып жүрді. Ал Жанна болса, қызының аңқаулығына іштей күлетін. Тойдан кейін кешке бәрі дастархан басында отырғанда, Жанна әңгімені өзі бастады. «Сендер бөлек квартира іздеп әуре болмаңдар. Үй үлкен. Мен жалғыз өзім не істеймін? Осында тұрыңдар». Әдемі бірден қуанып кетті. «Рас айтасың ба, мама?» «Әрине, жастардың жанында көңілді болады». Ал Данияр үндемей отырды. Бірақ ішінде бір түрлі сезім пайда болды. Өйткені Жанна осы сөзді айтқанда оған ерекше көзқараспен қарап тұрған. Содан кейін олар бір үйде тұра бастады. Алғашқы күндері бәрі қалыпты сияқты еді. Бірақ уақыт өте келе Жаннаның қылығы өзгере бастады. Таңертең үй ішінде қысқа халатпен жүретін болды. Кейде ығы ашық майка киіп алады. Ас үйде тамақ жасап жүріп, күліп сөйлеседі. Данияр жұмыстан келсе, Жанна бірінші болып қарсы алады. «Келдің бе? Шаршаған шығарсың. Қазір ыстық тамақ беремін». Әдемі әлі жұмыста. Сосын өзі дастархан жасап, шай құйып береді. Ал әдемі болса, жұмыстан шаршап кеш келеді. Кейде үйге кірсе, анасы мен күйеуі ас үйде күліп отырып, шай ішіп отырады. «Сендер не айтып отырсыңдар?» дейді мәз болып. «Жай әңгіме ғой», дейді Жанна тез жауап беріп. Бірақ уақыт өте келе, әдемінің ішінде бір түрлі қызғаныш пайда бола бастады. Өйткені Данияр анасының жанында басқаша күлетін. Бір күні кешке Жанна әдейі әдемленіп алды. Үйде отырса да шашын биралап қойған. Үстіне тар көйлек киіп алған. Данияр жұмыстан кіргенде Жанна диванда аяғын айқастырып отыр екен. «Ой, келдің бе? Мен сені күтіп отырмын». Данияр еріксіз әйелге қарап қалды. Жанна соны байқап, ернін баяу тістеп күлді. «Не болды? Маған қарамай қалдың ғой?» Сол сәтте Данияр алғаш рет өзін ыңғайсыз сезінді. Бірақ сонымен бірге көзі Жаннадан кете алмай қалды. Жанна күн өткен сайын шектен шыға бастады. Кейде Даниярдың жейдесін өзі үтіктеп береді. Кейде «Әдемі саған дұрыс қарамай жүр ғой» деп араларына сөз тастайды. Бір күні тіпті әдемінің көзінше «Еркекке әйел күтім керек. Кей қыздар соны түсінбейді» деп Даниярға қарап айтты. Әдемі ренжіп қалды. «Мама, мені жаман әйел деп айтқың келіп тұр ма?» Жанна бірден күліп, «Ой, жай айтып отырмын ғой» деп құтылып кетті. Бірақ сол күннен бастап әдемі анасының қасында өзін ыңғайсыз сезіне бастады. Ал Данияр болса, бірте-бірте Жаннаға үйреніп бара жатты. Үйге кірсе оны әдемі иіс суымен күтіп алады. Тамағы дайын, күліп сөйлеседі. Кейде әдемі ұрысып қалса, Жанна бірден Даниярды жақтап шығады. Еркекті көп қыса бермеу керек. Осындай сөздер Даниярдың санасына әсер ете бастады. Бір күні кешке әдемі құрбыларымен туған күнге кеткен. Үйде Жанна мен Данияр ғана қалды. Жанна дастархан жайып қойыпты.
Кел, бірге тамақ ішейік. Үстінде тағы да ашық қалады. Шашы жайылып тұр. Данияр қарсысына отырып, үнсіз әйелге қарап қалды. Жанна баяу жымиып, не болды? Бұрын әйел көрмегендей қарайсың ғой, деді. Сол сәтте олардың арасындағы шекара баяу бұзыла бастаған еді. Сол кештен кейін Даниярдың ойы мүлде өзгеріп кетті. Бұрын үйге келгенде әдемін іздейтін, енді есікті ашқан сәтте ең алдымен Жаннаны көзбен іздейтін болды. Өйткені Жанна оны күн сайын өзіне байлап бара жатқан. Бір күні таңертең әдемі ерте жұмысқа кетіп қалды. Ал Жанна ас үйде жалғыз кофе ішіп отыр екен. Үстінде жібек халат, шашы иығына төгіліп тұр. Данияр ас үйге кіргенде Жанна оған қарап баяу жымиды. Ұйқың қанды ма? Иә. Кел, кофе іш. Сен шаршап жүрсің соң кезде. Данияр үнсіз қарсына отырды. Жанна оның көзіне тік қарап сөйлейтін. Сол көзқарас жігіттің ойын бұза беретін. Әдемі сені түсінбейді кейде, деді Жанна жай ғана. Неге олай дейсіз? Әйел еркекті сезіну керек, еркекті күту керек, ал ол әлі бала сияқты. Данияр үндемеді, бірақ ішінде Жаннаның сөзімен келісіп отырғанын сезді. Сол күннен кейін Жанна әдейі Даниярдың қасынан шықпайтын болды. Кешке теледидар көрсе, Жанна келіп отырады. Кейде қон иығына қойып сөйлейді, кейде күліп жатып, аяғына аяғын тигізіп алады. Ал әдемі ештеңе байқамайды. Керісінше, мама, Данияр сені қатты сыйлайды деп мәз болып жүреді. Жанна ішінен күлетін, өйткені ол өз қызының күйеуін баяу өзіне қаратып жатқанын жақсы білетін. Бір күні кешке әдемі құрбыларымен киноға кеткен. Үйде тағы екеуі ғана қалды. Жанна әдейі дастархан жасап қойған. Шамды күңгірт жағып қойыпты. Үстінде жұқа қара көйлек. Данияр үйге кіргенде әйел оған ұзақ қарап қалды. Бүгін үй тым тыныш екен. Иә, әдемісіз де тыныш болады екен. Осы сөзден кейін екеуі де үнсіз қалды. Жанна орнынан тұрып, Даниярдың жанына жақындады. Сен маған соңғы кезде басқаша қарайтын болып жүрсің. Данияр әйелдің иіссуын анық сезіп тұр. Жүрегі қатты соғып кетті. Білмеймін. Жанна оның галстугын түсеген болып, кеудесіне қолын тигізіп өтті. Білесің. Сол сәтте Данияр өзін тоқтата алмай қалды. Қолынан ұстап алды. Екеуінің арасы тым жақын еді. Бірақ дәл сол кезде сыртқы есік ашылды. Әдемі ерте қайтып келген. Мен келдім. Екеуі бірден алыстап кетті. Жанна болса, ештеңе болмағандай дастарханға қарай бұрылды. Қызым, кел. Данияр екеуміз сені күтіп отырмыз. Ал Даниярдың жүрегі әлі тынышталар емес. Сол күннен кейін әдемі күйеуінің өзгергенін анық сезе бастады. Данияр бұрынғыдай емес. Кейде ойға батып кетеді. Кейде әйеліне емес, енесіне қарап отырып қалады. Бір күні тіпті әдемі күйеуін құшақтағысы келгенде ол суық жауап берді. Шаршап тұрмын. Ал дәл сол түні Жанна ас үйде Даниярмен күліп шай ішіп отырды. Әдемі бөлмеден шығып келіп, екеуіне қарап қалды. Іші бір түрлі болып кетті. Өйткені анасы Даниярға бұрын соңды өз әкесіне де бұлай қарамаған. Келесі күні Жанна тағы да әдейі ашық киініп алды. Данияр жұмыстан келгенде әйеледен жуып жүр екен, тар киім үстіне жабысып қалған. Данияр көзін басқа жаққа бұра алмай қалды. Жанна соны байқап, баяу жымиып, не болды? Ұялып тұрсың ба, деді. Сосын әдейі оның жанына жақын өтіп кетті. Даниярдың басы айналып кеткендей болды. Ал әдемі болса, күн сайын жылай бастады. Неге екенін өзі де түсінбейді. Бірақ анасы мен күйеуінің арасында бір нәрсе барын жүрегі сезетін. Бір күні ол анасынан, мама, сен Даниярмен тым жақынсың сияқты, деді жай ғана. Жанна бірден ашуланып кетті. Есің дұрыс па? Мен сенің анаңмын. Әдемі қорқып кетті. Мен жай айттым.
өз күйеуіңді қызғансаң, дұрыс қара. Осы сөз әдемінің жүрегіне қатты тиді. Ал Жанна болса, алғаш рет өз қызын әйел ретінде қарсылас көре бастаған еді. Сол күннен кейін үйдің ішіндегі ауа мүлде өзгеріп кетті. Бұрын бұл үйден күлкі естілетін, әдемі кешке дейін сөйлеп, болашақтарын армандап жүретін, ал енді дастархан басында ауыр үнсіздік орнады. Әдемі күн сайын өзін артық адам сияқты сезіне бастады. Өйткені Данияр бұрынғыдай оған қарамайтын болды. Ал Жанна болса керісінше, күн өткен сайын жасарып кеткендей жүретін. Таңертең ерте тұрып шашын сәндейді. Үйде жүрсе де иіссу сеуіп алады. Кейде тіпті әдемінің көзінше, әйел адам өзін күту керек, әйтпесе еркек тез жалығады деп қоятын. Бұл сөздер әдемінің жүрегіне қадалып қалатын. Бір күні кешке әдемі ас үйге кіріп келіп қатып қалды. Жанна Даниярдың көйлегінің түймесін салып тұр екен. Екеуі тым жақын тұрған, Даниярды алыстамаған. Әдемі ішінен бір нәрсе үзіліп кеткендей сезінді. Мен өзім сала саламын ғой, деді ақырын. Жанна артына бұрылып күліп жіберді. Ой, сен жұмыстан шаршап келдің ғой, еркекке күтім керек. Сосын Даниярға қарап, дұрыс па? Данияр үндемей қалды. Бірақ оның көзі тағы да Жаннада еді. Әдемі сол сәтте өзін бөтен адамдай сезінді. Сол түні әдемі жылап ұйықтады. Ал түн ортасында су ішуге шыққанда ас үй шамы жанып тұрғанын көрді. Жайлап жақындады. Іштен күбір-күбір дауыс естіледі. Жанна күліп отыр. Сен соңғы кезде маған тым көп қарап жүрсің. Данияр үнсіз. Жанна. Әдемі есік сыртында қатып қалды. Өйткені Данияр алғаш рет енесін атымен атаған еді. Бұрын мама, апай дейтін. Ал қазір дауысы мүлде басқа еді. Жанна да оны тоқтатпады. Керісінше баяу күліп, ақырын сөйле, қызым оянып кетеді, деді. Осы сөзден кейін әдемінің аяғы дірілдеп кетті. Келесі күні таңертең Жанна ештеңе болмағандай ас үйде ән тыңдап тамақ жасап жүрді. Ал әдемі анасына ұзақ қарап қалды. Сол кезде алғаш рет анасының көзінен бөтен әйелді көргендей болды. Өз анасын емес, өз күйеуіне қарап отырған әйелді. Күндер өте берді. Данияр енді үйге асығып келетін болды. Бірақ әйелі үшін емес, Жанна үшін. Жұмыстан кірсе, Жанна дайын тұрады. Келдің бе? Тамақ ыстық. Бүгін сен жақсы көретін ет жасадым. Ал әдемі болса, Ас үйде артық адам сияқты тұратын. Кейде сөйлесе бастаса, Жанна әңгімені өзіне бұрып әкетеді. Кейде Даниярды әдейі қызғандырады. Бір күні тіпті көрші еркекпен күліп сөйлесіп тұрды. Данияр терезеден көріп, қабағы түсіп кеткен. Жанна оны байқап қалды. Кешке әдейі, не болды? Қызғанып қалдың ба деп күліп сұрады. Данияр үндемеді. Бірақ сол түні ұйықтай алмай шықты. Өйткені ол шынымен қызғанып тұрған еді. Ал әдемі бәрін сезсе де, сенгісі келмейтін. Бұл менің анам ғой, олай істемейді деп өзін жұбататын. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Сол кеште әдемі жұмыстан ерте қайтты. Үй тым тыныш. Ас үй бос. Жатын бөлменің есігі жабық. Іштен әлсіз күлкі естілді. Әдемінің жүрегі тарс-тұрс соғып кетті. Жайлап жақындады. Дәл сол сәтте іштен Жаннаның дауысы шықты. Бір күні бәрібір әдеміден кетесің. Әдемінің кемі тоқтап қалғандай болды. Ал Даниярдың дауысы бәсең ғана естілді. Білмеймін, бірақ сізді ойлауды қоя алмай жүрмін. Сол сәтте әдемінің бүкіл әлемі қирап түсті. Әдемі есік сыртында қатып қалғандай тұрды. Құлағына сенбей тұр. Іштен анасының күліп сөйлеген дауысы анық естіледі. Ал Данияр, өз күйеуі, сол бөлменің ішінде. Әдемінің көз алды қарауытып кетті. Жоқ, бұл түс, бұл мүмкін емес. Бірақ жүрегі шындықты баяғыдан сезіп жүрген. Ол есікті жайлап ашты.
Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Жанна төсектің шетінде отыр, шашы жайылып кеткен. Ал Данияр дәл жанында тұр. Екеуі де шошып әдеміге қарады. Бірнеше секунд ешкім тіл қатпады. Әдемінің көзінен жас ақырын сырғып түсті. «Мама!» дауыс әрең шықты. «Бұл не?» Жанна бірінші болып есін жыды. Орнынан асықпай тұрып, халатының белдігін байлады. Кіпті ұялған да жоқ. «Әдемі, тыңда!» «Не тыңдаймын?» деп айқайлап жіберді әдемі. Дауысы үйді жаңғыртып жіберді. «Сен менің анасың ғой!» Данияр үнсіз басын төмен түсіріп тұр. Ал Жанна болса, керісінше суық қалыпта қалды. «Айқайлама!» «Айқайламайын ба? Күйеуіммен жүрсік!» Жанна кенет ашуланып кетті. «Онда не істейін? Еркек өзі маған қарай береді». Осы сөз әдемінің жүрегін тас талқан етті. «Сонда сен менің бақытымды тартып алдың ба?» Жанна ащы күліп жіберді. «Бақыт па? Сен еркекті ұстап қала алмадың». Әдемі артқа шегініп кетті. Өз анасын танымай тұрғандай. Сол түні үйде үлкен айқай болды. Әдемі жылап тұр. Данияр үнсіз. Ал Жанна болса, өзін кінәлі сезінудің орнына керісінше ашуланып отыр. Еркекті кінәлаудың орнына өзіне қара. «Мама, қалай ғана осылай істедім? Мен сенің жасында еркекті қалай ұстауды білетінмін». Осы сөзден кейін әдемі анасын шапалақпен тартып жіберді. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Жанна баяу бетін ұстап тұрып қалды. Сосын көзін тартып, «Маған қол көтеретіндей сен кімсің?» деді. Ал ең қорқыныштысы, Данияр Жаннаны қорғап шықты. «Әдемі, тынышталшы». Әдемі күйеуіне сенбей қарап қалды. «Сен оның жағына шықтың ба?» Данияр үндемеді. Бірақ сол үнсіздік бәрін айтып тұр еді. Сол сәтте әдемі күйеуінен де анасынан да айырылғанын түсінді. Таң ата әдемі заттарын жинай бастады. Қолдары дірілдеп тұр. Көз жасы тоқтамайды. Жанна есік алдында қарап тұрды. Бірақ қызына тоқта деген жоқ. Керісінше, «Қайда барасың енді?» деді суық дауыспен. Әдемі анасын өмірінде бірінші рет жек көріп қарады. «Сен енді анам деп айта алмаймын». Осы сөз Жаннаның жүрегіне ауыр кигендей болды. Бірақ тәкаппарлығы жібермеді. Әдемі шылып кеткен соң, үй іші тым-тыныш болып қалды. Ал Данияр болса, сол түні Жаннаның бөлмесінен шықпады. Жанна өзін жеңгендей сезінді. Айна алдында тұрып, баяу жымиып қойды. Әлі де мені таңдайды. Бірақ ол бір нәрсені түсінбеген еді. Данияр дәл сондай еркек болатын. Бүгін енесіне қызықса, ертең басқа елге де солай қарай алады. Бір апта өтті. Үйдің іші бұрынғыдан да суып кеткендей еді. Әдемі кеткеннен кейін Жанна алғашында өзін жеңген адамдай сезінген. Ақыры еркек мені таңдады деп, іштей марқайып жүрді. Таңертең айна алдына отырып, шашын сәндеп, әлде жас көрінуге тырысатын. Бірақ үйдің ішіндегі тыныштық күн өткен сайын оны жей бастады. Бұрын әдемі таңертең күліп оятатын. «Мама, кофе ішесің бе?» деп ас үйде жүгіріп жүретін. Ал қазір кегүнсіздік. Бірақ Жанна оны мойындағысы келмеді. Өзін әлі де бақыт етіп көрсетуге тырысты. Ал Данияр болса, мүлде өзгеріп кеткен. Бастапқыда Жаннаның жанынан шықпайтын, құшақтайды, күліп сөйлеседі, түнде қасында жатады. Ал енді күн өткен сайын салқындай бастады. Үйге кеш келеді, телефонын тығыл ұстайды. Кейде мүлде сөйлемей қояды. Жанна мұны байқап жүр, бірақ қорқады. Өйткені ол Даниярдың көзінен баяғы оттың өшіп бара жатқанын анық көріп жүрген. Бір күні кешке Жанна әдейі әдеміленіп алды. Қысқа қара көйлек киді, иіссу септі. Данияр жұмыстан келгенде күлімдеп қарсы алды. «Бүгін ерте келдің ғой». Бірақ Данияр тек «Шаршадым» деді де бөлмеде кіріп кетті.
Жанна оның артынан ұзақ қарап тұрды. Сол сәтте ішінде қорқыныш пайда болды. Жалығып кетті ме? Сол түні Данияр балконда ұзақ отырды. Телефонында әдемінің ескі суреттерін қарап отыр екен. Ақ көйлек киген тойдағы суреті, күліп тұрған видеолары. Данияр көзін жұмып, ауыр күрсінді. Өйткені ол енді шындықты түсіне бастаған. Әдемі оны шынымен сүйген, ал Жанна тек өз-өзін сүйген әйел еді. Келесі күні Жанна тағы ұрыс шығарды. Соңғы кезде маған қарамайтын болып кеттім. Жанна, қойшы. Әлгі қызбен сөйлесіп жүрсің бе тағы? Данияр шаршап кеткендей басын ұстап отырды. Мен шаршадым. Неден? Сол кезде Данияр алғаш рет ашуланып айқайлап жіберді. Бәрінен! Жанна үндемей қалды. Ал Данияр ауыр дем алып, мен не істегенімді енді түсініп жүрмін, деді. Сол түні ол ішіп келді. Жанна тағы да айқай шығармақ болды. Бірақ Данияр оны тыңдамады. Кек диванға отырып, мен әдеміні жоғалтып алдым, деді бәсен дауыспен. Жанна ашуланып кетті. Сонда әлі соны ойлайсың ба? Ол маған сенетін. Жанна ащы күліп жіберді. Сен де періште емессің. Иә, бірақ ең таза адам сол еді. Осы сөз Жаннаның жүрегіне қатты батты. Өйткені алғаш рет Данияр басқа елді өзінен жоғары қойып отыр. Ал әдемі болса, бұл кезде басқа қалаға кетіп қалған еді. Ол анасын да, Даниярды да кешірмеді. Телефондарын бұғаттап тастаған, жұмысқа кірді, өзін өзгерте бастады. Бұрынғыдай жыламайтын болды, бірақ ішінде үлкен жара қалды. Арада 6 ай өтті. Бір күні әдемі жұмыста жүріп, Айдос деген жігітпен танысты. Сабырлы, тәрбиелі, артық сөзі жоқ. Әдемі алғашында ешкімге сенгісі келмеді. Бірақ Айдос оған асықпады. Жай ғана қасында болды, қолдады, тыңдады. Бір күні, сені ешкім жылатпауы керек еді, деді. Сол сөзден кейін әдемі алғаш рет біреудің жанында өзін қауіпсіз сезінді. Ал Жанна болса, күн өткен сайын жалғыз қалып бара жатты. Данияр мүлде суып кеткен. Кейде 2-3 күн үйге келмейді. Келсе де телефон қарап жатады. Бір күні Жанна шыдай алмай, сен мені енді сүймейсің бе, деп сұрады. Данияр ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана, басында бәрі қызық болды, деді. Осы сөз Жаннаның бүкіл өмірін талқандағандай болды. Басында қызық болды. Демек, ол үшін бәрі жай әуестіп болған. Сол түні Данияр заттарын жинай бастады. Жанна қорқып кетті. Қайда барасың? Кетем. Мен ше? Данияр оған ұзақ қарады. Бір кезде осы әйел үшін бәрінен бас тартқан еді. Қазір кек шаршағанын сезеді. Сіз мені де, қызыңызды да бақытсыз қылдыңыз. Жанна жылап жіберді. Мен сен үшін қызымнан айырылдым. Данияр ащы күліп, ал мен өзімнен айырылдым, деді де шығып кетіп қалды. Арада 2 жыл өтті. Әдемі шетелге көшіп кеткен. Айдосқа тұрмысқа шыққан. Кезір Түркияда тұрады. Бір ұлы бар. Кейде теңіз жағасында түскен суреттерін салады. Жүзінде баяғы қайғы жоқ. Ал Жанна сол баяғы үйде жалғыз қалды. Кейде терезе алдында ұзақ отырады. Телефонын қолына алып, әдемінің суреттеріне қарайды. Бірақ қызы әлі сөйлеспейді. Көршілер де баяғыдай келмейтін болды. Ауыл арасында бәрі айтылып кеткен. Қызының күйеуін тартып алған әйел. Сол сөз Жаннаның артынан көлеңкедей қалмай қойды. Бір күні кешке Жанна айналдына отырды. Шашының ағы көбейген, көзінің астына әжім түскен. Баяу жылап жіберді. Өйткені енді түсінді өзінің жалғыз қалғанын, өз қолымен бәрін құртқанын. Ал ең ауыры,
енді ештеңені қайтара алмайтынын. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерде кім кінәлі? Жаннаның істегені дұрыс болды ма? Әлде Данияр бәрін әдейі бұзды ма? Осындай жағдайда сіз әдемінің орнында болсаңыз, анаңызды кешірер ме едіңіз? Пікірге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңізді оқимын.